Бисмилlah, ассалаумалейкум. Сәлем достар. Алдарыңызда химикасыз, гармонсыз, тек таза табиғи шөп дәрілермен ем жасайтын мен, доктор Жұмадан. Өздеріңізге тағы да бір шөп дәрін таныстырғым келіп отыр. Бұл емдік шөптің атауы жасаң қызыл марал деп те аталады, немесе шатқал шөп. Қасиеті кермек дәмді, сәл аштылау, жылырайлы, асқазан және бауыр меридиандарында сіміріледі. Қанды тоқтату, ұйықты тарату, сіңгенді қайтару сияқты қасиеттері бар. Осы заманның медицинасының зерттеуіне негізделгенде қан тамырды кеңейту, таж артериясының қан айналымын арттыру, ми қан тамырлардың қан айналымын көбейту, қан табақшаларының бірігуінің алдын алу, денедегі ағзадағы ұйыған қандар тарату сияқты қасиеттері бар. Одан бөлек бұл жасаң шөбінің адамдағы жаңағындай әлсіздік, одан кейін ұмытшақтыққа, бауырды қорғау, әйел кісілерде болса ажарландыру сияқты қасиеттері зерттеп байқалынған. Қызыл марал шөбін ұнтақтап алғаннан кейін осылай түрде қолданады. Әдетте бұл шөп өзі қатты болғандықтан, сондықтан да осылай ұнтақ күйінде пайдалану керек. Әсіресе қан ұйығына, жүрек ауруларына көп пайдаланады. Қанды толтыру, ұйыған қанды тарату, жаңағы тромбы дейміз ғой, соны ерту, бауырды қорғау, жүрек, ми қан тамырларын қорғау сияқты ауруларға көп істетіледі. Қазіргі адамдарда ұйыған қан ағзада көп болады. Енді бұл қан ұйығына сәл қарауға болмайды. Біздің арамызда, ортамызда, бұл қоғамда жаңағы денесінде қан ұйығы бар адамдар өте көп. Ал енді денесінде қан ұйығы бар екенін қалай білуге болады? Яғни ол деген сөз адамның жаңағы ағзасында қан айналымы нашар, қанда тосылу пайда болады. Мысалға, қан айналымы нашар болғаннан кейін, ақырын болғаннан кейін кейбір ағзаларда жиналып қалады, кейбір жерлерде тосылу пайда қалады, жаңағы тромбы деген сөз. Одан кейін әртүрлі ауру да тудырады. Содан кейін мысалға жүрек ми қан тамырынан тосылу, одан кейін жаңағы варикоз, өздеріңіз білетіндер. Әйел кісілерде болса жаңағы маткада киста, жылауық пайда болу, одан кейін жаңағы анал ұрық безде киста, жылауық пайда болу, одан кейін жаңағы сүт бездерінде зораю деген сияқты. Осының барлығы денеде қан ұйығандығының бір белгілері. Сонымен қатар ол әрі сол аурудың ең соңғы нәтижесі болып табылады. Мысалға, кейбір аурулардан бір кезеңге жеткен кезде денеде қан ұйығы пайда болады. Мысалға, қант несеп, сахарный диабет, сол кісілерде қан тосылғаннан кейін ең соңында жаңағы ағзалары, мысалы аяғын кесіп тастап жатады, сол қан әбден бармайғаннан кейін, ана жақта қан жоқ болғаннан кейін ол сасиды, одан кейін кесуге тура келеді. Енді ол қан ұйығы бар екенін қалай білуге болады десеңіз, тілге қарайды. Адамның тіліне қарау керек. Тілінде жаңағындай қара теңбілдер, дақтар пайда болады. Одан кейін денесінде қан ұйығы бар адамда ес тұтау қабілеті нашарлайды. Одан тамағы жұтқыншағы кеуіп тұрады әрқашан. Одан бөлек ерні кезеріп жаңағындай, одан кейін көзінің айналасы да нұры аз болады, бетінде жаңағындай нұры аз болады, қара күңгірт реңде болады, бетте қара теңбіл дақ пайда болады. Содан бөлек тері кеуіп тұрады. Одан кейін терінің мынау сыртында, адамның қолының болсын, терінің сыртында оңай жаңағындай бір бадырайған қан тамырлардың бір қан жолақтары пайда болады. Адам терісі бірдемеге тиіп кетсе оңай көгеріп қалады деген сияқты. Одан денесінде бір аурулар пайда болады, тұрақты түрде ауырып тұрады бір жер. Әсіресе бұл аурулар түнде ауыр болады, күндіз жеңіл болады. Егерде сізде солай айтылған жаңағындай белгілер болса, онда сіз енді бұл ауруға жеңіл қарауыңызға болмайды деген сөз. Енді осы жаңағы ми қан тамырларының ауруын алдын алу үшін осы қызыл маралдың дайындалған порошок түріндегі дәрісін пайдалануға болады. Күніне
1 граммнан әр күнде 2 рет жылылау қайнаған суға езіп ішу керек. 30 жастан асқан кісілерде денесінде теңбіл пайда болады. Ондай жағдайларда әсіресе әйел кісілерде жаңағындай пигмент дейміз ғой, бетте қараю, пигмент дақтар пайда болады, теріде деген сияқты. Сондай жағдайларда осы порошок күйіндегі дәріні тұтыну арқылы сол ауруларға ем жасауға болады. Әрине сырттан да жаңағындай қоймалжың дәрі жасап, терінің сыртынан таңу арқылы да істетуге болады. Шөп дәрі болғаннан кейін баяу әсер етеді, бірақ нақтылы емдік қасиеті дәлелденген, сондықтан да ол нақтылы ауруыңызды емдейді. Шипа болады Құдай қаласа. Әдетте істетілу мөлшері күніне сол 6 граммнан аспау керек. Кемінде 1 ай тұтыну керек қой, ең қысқасы. Енді қандай адамдарға тұтынуға болмайды деген кезде, бұл дәріні сол етекір кеп жатқан әйел кісілер, ауыр аяқ әйелдер, аллергиясы бар адамдар, кәмелеттік жасына толмаған балаларға абайлап тұтыну қажет, немесе тұтынбау керек. Ағайын, бүгінгі таныстырған шөп дәріміміз қызыл марал. Сіздерге пайдалы болсын деген ниетімізбен. Егер де сіздерде жоғарыда айтылғандай ауру белгілері немесе сондай денеңізде аурудың түрлері байқалған болса, онда осы шөп дәрілер арқылы ем қабылдап, дер кезінде ауруыңыздан толық айығып кетуіңізге болады. Бұл шөп дәрілерге тапсырыс беру үшін төменде сілтемеде нөмір қалдырылады. Сол нөмірлерге байланыс жасау арқылы осы таза тайпа шөп дәрілермен емделіп, ауруыңыздан толық айығып кетуіңізге болады Құдай қаласа. Ағайын, егер де біздің осы видеомыз ұнаған болса, тегін лайықты аямай басыңыздар. Біздің арнамызды бірінші рет көріп отырған болсаңыз, қазақ тілдегі медициналық арнаның дамуы үшін арнаға тіркеліңіз, әрі бүкіл 60 сапа 70 бәрімен бөлісіңіз. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар.